Баршаңызға сәлем, сіздермен сандуғаш. Бүгін сіздерге өте дәмді, тіске басатын жақсы рецептіні ұсынамын. Жеген кезде өте дәмді, арасындағы ірімшігі созылып тұратын, орысша айтқанда сырный шарики дейді. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажет заттар видеоның астында жазылып тұрады. Бізге 3 жұмыртқаның ақуызы. Міне. Миксердің көмегімен жай жылдамдықта араластырып, аппақ көпірік болғанша араластырамыз осылай. Кішкене 1 шымшы тұз саламыз. 5 қасық ұн үлкен қасықпен. Келесі қосқышымызды 1 кішкене қасықпен. Енді үкіштен ірімшігімізді уақ жағымен өткізіп аламыз. Жаңағы ақуызымыз бен ұнымызды, қосқышымызды араластырып, сол үстіне ірімшікті қосып, тағы араластырамыз. Ағаш қасықтың көмегімен. Жақсылап араластырғаннан кейін қолымызбен домалақтап шарик жасаймыз. Грецкий арахистен сәл кішілеу болу керек шаригіміз. Пісіргенде үлкейеді. Осы рецептіден 30 штук шарик шықты. Панировочный сухарикпен ораймыз. Қыздар, ол міндетті емес. Дегенмен де мен сіздерге әдемі жақсы шығу үшін панировочный сухарикке орап алдым. Барлық шаригімізді осылай орап, әзірлеп, сосын пісіруге кірісеміз. Газымызды жақтық, табамызға сұйық майымызды құйдық, уже қайнап әзір тұр. Міне, енді шаригімізді әкеліп саламыз. Араластырып тұрамыз. Жылдам піседі. 20-25 секундта уже пісіп үлгереді. Кішкене қызартыңқырау керек. Золотистый цвет. Кішкене міне, өте әдемі болды түсі. Енді ыдысымызға қағазды төсеп, майын сорып алу үшін міне ірімшігі созылып тұратын керемет сырный шарики әзір. Міне магазиннен сатып алмай, осылай өздеріңіз пісіруге болады. Осы видеоны қарап, дос жолдастарыңызбен, көрші-көлемдеріңізбен бөлісіп отырасыздар. Және де лайк басып, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, ой-пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Бәріңізге де күндеріңізге Алла береке берсін. Келесі кездескенше сау болайық.